домбырасы деген тақырып. Біздің бүгінгі сабақтың мақсаты балаларды қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптарымен және ұлттық құндылықтарымен таныстыру арқылы ұлттық сана сезімін, музыкалық талғамын және патриоттық сезімін қалыптастыру. Балалар, мынау бізде қандай аспап? Домбыра. Ендеше қазір сол домбыра аспабының дыбысын тыңдайтын боламыз. Мынау бізде қандай аспап? Қобыз. Дұрыс айтасыңдар. Қобыздың ысқышы және қобыздың басы, екі құлағы және шанағы болады екен. Қазір қобыздың дыбысын тыңдаймыз. Балалар, бізде келесі музыкалық аспап бұл қандай аспап? Жетіген. Дұрыс айтасыңдар. Жетігеннің жеті шегі болады екен, е? Екі дыбыс шығаратын ойығы, жеті шегі, құлағы болады. Шектерін біз асықпен көтеріп қояды екен, е? Қазір осы жетіген аспабының дыбысын тыңдайтын боламыз. Жетіген аспабын тыңдаймыз дыбысын. Балалар, біз қазір мына жерде музыкалық аспаптармен ойын ойнайтын боламыз. Е? Бұл жерде ойынның аты көлеңкесін тап. Мына музыкалық аспаптарды дыбысын есту арқылы көлеңкесіне орналастырамыз. Түсіндік пе? Аса таяқ және орнына орналастырамыз. Жарайды. Қобыз, дұрыс айтасың, орнына қоя ғой. Қайда қобыз? Мына жаққа айдалып жүрміз. Орнына қойдық, қайда? Келесі бізде қандай аспап? Домбыра, дұрыс айтасың, қоя ғой орнына. Жарайсың, отырамыз орнымызға. Қандай аспап?